Қайнатамның өмірден өткеніне 21 жыл. Соған орай біз жыл сайын дәл осы күні ет асамыз. Ал мен болсам қойдың басын бұрын-соңды тазалап көрмегендіктен ең алдымен енемнен сұрап алдым. Үйде осындай ыдыс жуатын темір бар тұғын, сонымен жу деді. Қап-қара басты әрі-бері ысып жатырмын. Ағаратын түрі жоқ. Не болса да қазанға салынғаннан кейін ағаратын шығар дедім да қасына етті де қоса салдым. Үстінен қанша су құйсам да мына қойдың құлағы батпайды екен, білмеймін енді қалай пісіретінімді. Шелпекке илеп қойған қамырым да көтеріліп тұр екен. Айтпақшы мен осындай перчаткамен қамырды илеймін. Келесі кезекте ет те қайнап көбігі шыққан екен. Оны алып тастадым. Айтпақшы мына құлақ сол күйі батпады ғой. Эх, шіркін, үйдің тірлігі біте ма? Сол уақытта машинамда тоқтап тұр екен. Ішіндегі кірлерді алдым да кепкен кірлерді жинап алдым. Бізге жуылса да кір, жуылмаса да кір ғой, Барлықтарыңыз солай айтасыздар ма? Әлде мен ғана ма солай айтып жүрген? Шелпекті пісіруге дайындап жүрген кезімде бір жағынан еттің осындай картоп жуа сәбіздерін аршып тастадым. Шелпекті салып қойып бір беті қызарғанға дейін ыдыстардың бір бөлігін тез-тез жуып тастадым ғой. Әйелдер қауымы сондаймыз, бір нәрсені істеп жатырып мына жақтан екінші нәрсе жұмысы біте берсін дейміз ғой. Мен шелпек пісіріп жүрген кезде ұлымның садиктегі апайы звондап келе жатырмыз деген болатын. Мен оны ұмытып кетіп далаға жүгіріп шықсам, әлі машинасы келмеген ғой. Апайының звондаған уақытын қарасам, 6 минуттан кейін далаға шыққанмын, соның өзінде әлі жоқ. Мен есік алдында тұрып тағы 3 минут күттім. Тәтті баламды осылай күтіп алдым да тамақтың картоп сәбізін салып, пісірген шелпектерімді таратуға ұлыммен бірге шықтым. Балам маған көршілердің звоноктарын басып көмектесіп жүрді. Таратылған шелпек пен оқылған құранымыз қабыл болсын. Ойева дейтін жағдай болды ғой. Ол не десеңіздер, мына бастың жағы айырылмай қапты ғой. Жағын айырып, оны қайтадан қайнатқан жайымыз бар енді. Ет жемей тек қамыр жейтін бала. Каналға жазылып, мені қолдап қойыңыздар. Всем пока.